Үйен қосып берем болады. Сонда мысалы бір жаңағы сұрақ қойған кезде бала былай айтады да, міне бұл нақты айтады. Осылай болған Кенесарының жаңағы немесе Әбілқайырдың Ресейге қосылуына жаңағы сол кездегі ішкі тартыс себеп болған деп қалады да. Ал ол кезде мен айтамын мысалы, сен екінші бір жағынан сол кездің әлеуметтік жағдайын ойлап көрші дейді. Сол кезде бала өзінің мейлінше өзінің ұстанымында тұрып, ана дәлелдеуге тырысады да бала. А былай уақытта мысалы тек айтып қойса, ол дәлелдеуге тырыспайды. Сонда нақты ұстанымда қалуына және дәлелдеуге баланы біз итермелеуіміз керек қой ары қарай. Дәлелдеуге, өз сөзін дәлелдеуге қалады. Ішкі қақтығысқа не себеп болды деген сияқты. Иә, нақты өз ойында қалып кәдімгі дәлелдеуге тырысады да бала ол кезде. Ал сұрақ қоймаса, ол тек менікі дұрыс екен деп ойлап қалады, бір жақты ойлайды бала. Мұғалім бұның жан дүниесіне терең ойлау қажет. үйен қосып берем болады. Сонда мысалы бір жаңағы сұрақ қойған кезде бала былай айтады да, міне бұл нақты айтады. Осылай болған Кенесарының жаңағы немесе Әбілқайырдың Ресейге қосылуына жаңағы сол кездегі ішкі тартыс себеп болған деп қалады да. Ал ол кезде мен айтамын мысалы, сен екінші бір жағынан сол кездің әлеуметтік жағдайын ойлап көрші дейді. Сол кезде бала өзінің мейлінше өзінің ұстанымында тұрып, ана дәлелдеуге тырысады да бала. А былай уақытта мысалы тек айтып қойса, ол дәлелдеуге тырыспайды. Сонда нақты ұстанымда қалуына және дәлелдеуге баланы біз итермелеуіміз керек қой ары қарай. Дәлелдеуге, өз сөзін дәлелдеуге қалады. Ішкі қақтығысқа не себеп болды деген сияқты. Иә, нақты өз ойында қалып кәдімгі дәлелдеуге тырысады да бала ол кезде. Ал сұрақ қоймаса, ол тек менікі дұрыс екен деп ойлап қалады, бір жақты ойлайды бала. Өсімдік бар? Болды ма? жансыз өзінің kodтарын алған сұхбаты бойынша не деп ойлайсыз? Жансыз, адам емес, жануар емес, табиғатта мекендейтін болса, өсімдік деп ойлаймын. Ал мен жауабын қарай қояйын. Таба Жауабы бәйтерек. Дұрыс, жауабы дұрыс. Бұл ойын арқылы, яғни оқушының ойлау қабілетін, логикалық ойлауға
Мұнайлы мектептерден Батыр мектептен бар Мұнайлы ауданынан қонақтарымыз құшымызды сосын Франциямыз Алматы қаласы сосын Жаңа Өзен 14-ші мектептен Мақпал фамилиямыз келді сосын қаладан ең жас үлкен апайымыз Таңшолпан студиясынан таң атпай тұрып жастарымыздан алды келіп алған Балжан апа Көшбайұлы Ақтау қаласында 10-ші мектептен келген география мұғалімі Арнай сынағымыз және Ақтау қаласынан келген жас мамандардың бірі Қайқан мұғалімі ағылшын тілі мұғалімі Баян деп қойған. Бірақ үлкен кісілер бұрынырақта енді бірінің әжемді жіберген метрик алуға. Сол жерде әжем өзінің армандарын Балжан деп жазды. Бірақ Балжан деген есімге мағынасы өте тереңге жатыр. Өте мағыналы. Балдай тәтті жанымызға жақын болсын.
тағы бір өзіміздің алдымызға қойған мақсатымыз осының жағын есте сақтауды қалай болатыны. Мана бізде апайдың осы зат тестте келеді деген есте сақтап қалдық та, біз мына жерде ертеңгі күні мына заттарды білуіміз керек. Әрбір мидың орналасу орнына қарай олардың қандай қызмет атқаратынын білуді есте сақтап қалсын деп түсіндік болды бізде. Мәселен, ми 5 бөлікке бөлінетін болса, маңдай ми тыңдау арқылы есте сақтайды екен, төбе ми қол, дене іс-қимыл арқылы есте сақтайды екен, жаңағы мына жерде самай милар ол есте сақтау арқылы, жаттау арқылы есте сақтайды жанын. Сосын желке ми немесе артқы ми визуалды немесе көру арқылы бейнелерді есте сақтайды екен. Ал мына жерде кішкентай мишық біздердің тепе-теңдік, ортаға тепе-теңдік білімді былай жан-жақтан өзіне ұстап тұру қабілетін сақтайды екен, қалыптастырады екен. Ал енді осыған келіп тоқтайтын болсақ, осындай мидағы барлық мишықтардың жақсы жұмыс, жаңағы тепе-тең барлық қабылдаған заттарды есте сақтау үшін біз мынадай әрекеттер істеуіміз керек екен, немесе әдістер қолдануымыз екен, жадыны жақсы дамыту үшін. Ойын бұрыннан бар, көрнекілік арқылы жаңағы визуалдық. Сосын енді мнемоника дейді, мына жерде мен мнемоникаға айтып кетейін. Біздер жаңағы шет елдің мнемоникасын не қылдым ғой, жаңағы орыс елдің кейбір қосақтықтарын есте сақтау арқылы орысша. Бұл бұрыннан бар біздің қазақтар. Бала үнемі соны есте сақтап қалу үшін былай деп не алған 12 жылда жаңағы тышқан, сиыр, барыс, қой, түлкі бірдеңе деген сияқты жаттап қала алмайды ғой. Сонда 12 сөзбен ата-аналарымыз бізді жаттатқан соған. Түйе сенің қойына қалған ұмыт жылдардан деп, мысалы ол түсіндіру. Сосын тағы баяғы біз кішкентай кезімізде далада жататын едік қой, ауылда. Сонда менің әкем айтты, ана жаңағы 7 қарақшыны есте сақтап қалыңдар, ол үшін 7 қарақшы мен ана екі қос жұлдыздың арасын былай көзбенен, қолмен былай есептеу бар деп. Ол да сол мнемоника деп ойлаймын өзімше. Қазір оның соның мнемоника екенін осы жерде ғылыми тілмен енді біліп отырмын. Иә. Сосын мына жерде өзімнің практикаммен айтқан кезде, мен мысалға зат есім өтетін болсам тақырыпта. Мен бірінші балдар зат есім өтеміз, мынадай ережесі бар, сұрағы бар демеймін. Мына оқушыларды қарағанда жаңағы көріп сұрақ қойшы оған. Біреулер байқамай айтып қалды, не кім деп сұрақ қойды, дауысты дұрыстап есте сақтау үшін мен оқушыларға техникасын үйретемін. Былайға алфавитке қараймыз балалармен, қараған жерде дауысты дұрыстарды қалай есте сақтап қалу үшін. Балалар алфавиттің басындағы дауысты дұрыстарға мән берейікші. Білейін ба? Сосын бұрғы онда бар ұян. Ана алфавит таққаны алса көзге үйреніп тұрады, мен оқыстан өзім ескін жақталам. Сосын қатан мына жерде сосын үнділер бар. Олар үнділері орналаса, ломалары ол. Сосын балдар айтты, осылардың арасында қ дыбысы қалып қойды деді. Айтып қарашы. Қалды деген айтып. Оны ойнап барған шығарттырды. Алфавитті келген жағында бұл не қатан дауысы қыстарында. Манар ете көмек қашыраған сөйтіп үйретемін, сосын басқа заттарды сол тіл несінде сол өздерінің қасындағы заттарды практикадан алып әрі қарай үйретемін. Балдар тез есте сақтайды. Сосын мына жерде стратегия арқылы оқушыларды үйрету, мысалы мына жерде қоян жануарлар өтетін болсақ, мына жерде салықтан жануар түсіретін қандай, оның несі қандай, мінезі қандай, өздерінің жаттаған өлеңдер айтады, қорқақ қоян, мультфильмде көргендер айтады, күлкі айдар аю қандай қолданбай, әрекетке бейінсіз есептіне басып кетеді арқылы. Сосын көрнекілік арқылы оны білеміз, бала көру арқылы көргенді есте сақтайды. Сосын мына болжау есте сақтау. Мысалға бір затпен қолына ұстап қойған, оның изах еткен істер қатысты жұмақтап айтады. Сосын бұрынғы білгендер арқылы қайтадан еске түсті. Ол мысалға бір қазақ записывать жайлап баяғы алып мысалға үлкен бір суретті соны үйрет кесіп-кесіп алды калькуляторды ортаға қосқа тастау керек балаға тез қарастыра білу. Баланы
басым мынадай, мойным мынадай деген, аяқтары төмендеп тұрады деген сияқты тез ананы қоштап қалып баланың өзінің манағы түйені білетіндігі сосын не қылғанды шығады. Мен осы мына қысқаша біз енді ары қарай білмегендеріміз сізге толықтыра бересіздер.